Сәлем достар, бүгін біз қарақат пюресін дайындаймыз. Сотейникке мұздатылған замороженный бізде қарақатты салып, отқа қойып жұмсартып аламыз. Және де жұмсарған қарақатымызды блендердің көмегімен езіп пюре дайындаймыз. Егер пюреңіз ыстық күйінде болатын болса, суытып аламыз. Миксерімізге шекерімізді, ақуызымызды және де пюремізді дайын болған салып, баяу жылдамдықта араластырамыз. Екінші ыдысымызға біздің сиропымызды дайындаймыз. Ол үшін шекер, су және агар-агарымызды жақсылап біркелкі қылып араластырып, отқа қоямыз. Біздің сиропымыздың градусы 110 градусқа жеткен кезде миксеріміздің жылдамдығын арттырып, максималына қойып, сиропымыз 110 градусқа жеткен кезінде сиропты газдан, оттан алып, араласып тұрған қатты жылдамдықтағы миксеріміздің шетіне тағап жаймен құямыз. Сиропымыздың барлығы құйылып болғаннан кейін 1 минут шамасында миксерімізді араластырамыз. Себебі біздің агар-агарымыз біркелкі бірігу керек массамен. Осындай плотный бізде зефир дайын болады. Және осы біздің дайын болған зефирімізді мешогымызға салып, өз қалауларыңызбен насадканы таңдап, пергамент қағазының бетіне орнықтырамыз. Және де пергамент қағазының бетіне орныққан зефирімізді үй температурасында 8-10 сағат шамасында кепкенше қоямыз. Кепкен біздің зефиріміздің үстінен жартылай қант ұнтағы мен кукурузный крахмалымызды араластырып, осылай сеуіп шығамыз. Және де әр зефирдің өзінің парын тауып, осылай бір-біріне жабыстырып дайындаймыз. Және де артық сахарный пудрасы мен крахмалын осылай қағып түсіреміз. Табиғи біздің зефиріміз дайын болды.